Формың қақта сенің, айбон. Ұмытып кеттім ағай. Басыңды ұмытып кетпейсің бе? Басыңды. Шәріп мұғалім. Ертең концерттік бағдарлама болады, қыздар әдем болып келеміз. Шашымызды екіге бөліп, бантик тағып, құлпырып. Ағай, олар не істейміз? Сендер жоңып келіңдер, главный. Болды. Так, дышша ағайларың жоқ. Оқушылар қатарға тізіл. Екеуің магазинге барпиш бар. Анау спорт залы құлтап қойған. Осы жақта отырып шаш ойнай беріңдер. Так, бүгін журнал бойынша сабақ сұрамаймын. Кім сабақ айтады? Сол, үндерің өшті ғой. Тығылыңдар ғой бәрің бірден. Кітаптың астына болып. Біреуің мен деп тұрмайсыңдар ғой, намыссызсыңдар. Мен айтайыншы ағай. Мен айтайыншы ағай. Мен айтайыншы. Ой, молодец. Кән, айтыңдаршы бәрің бірге. Ол сені ағытауға. Леонардо да Винчи Мона Лизаның ерінен 12 жыл саған. Міне өнер. Біздің тупойлар тиктокта бетіне 12 мүшесін саған. Мықты айттың ағай. Красавчик. Мықты. Сабақ болатын болғы бәлі. Il attend devant cette photo d'antan. Il n'est pas fou, il croit c'est tout. Il la voit. Бір кайф сезілетін қатын тауып алу керек еді. Таксист Мура. Қиш көге, қишы. Немдіғем. Жоқ Ой, тұр ғой міне, тұр. Картасымен ғой, неғысы жүрек болып, үйдегілер іздеп алып шығар сендер. Бір адам табыңдар, созаққа жете алмай қойыпты. Бір адам. Не қылды көке, баллон кетті ма? Жолдың бәрі жамау. Көмектесе шешең. Кешіріңіз. Көке болып жүреміз ба, келдің ғой? Қақта келетсің сен? Қызымен жолып қоятқан ғой қызым. Жастар пысықсыңдар, я. Біз осы қыздың қолын ұстап көрмедік қой біз. Ой, денесінің бүкіл жерін ұстадық та бірақ. Қыздың қолында кайып болмайды ғой, не казал. Не ғой? Бензин құйып алайын деп ақша бере саласыздар ма, не қыласыздар? Ағай барғанда берсем бола ма? Қарындасым айтып өрсен берсең болды. Не бересің, ақша ма? Болды, қойбыш. Саламатсың. Ашышы, бұлар дұшыға ашып кетті. Бергендер. Шәріп мұғалім. Кеше сайлауға Нұрлы неге келмедің саған? Киімді жұп қойған ғой, кеппей қалды. Бүгін де келмей қоймадың ба сен? Жайшы. Тыржалаңаш отырсың ғой, құрбай. Ағылшындар таң қалған кезде не деп айтады? О май гад. Қазақтар таң қалса не деп айтады? О құдай. Жарай. Енді? О шешет. Қазір анау мұғалімдер жиналысынан шығып отырмын. Кеше мектептің артында темекі шеккен қайсың? Мен ғой. Сен осы мамаң киім тігеді? Темекі шегетіңді папаң білсе, сені біліп тұрсың ғой. Болды. Бүгін сені тігеді. Мектепте жігіт сұлтаны болады екен. Кім қатысады? Сіз қатысаңызшы ағай. Бұл мектепте сұлтан сіз ғой таза. Иә? Өзіңізден артық адам жоқ? Қойдар ай. Алдай бермеңдер. Алдында да қысында мен қатыстым. Ұяттан не бере бермеймін. Нұрлы, Нұрқанат, Аси. Сендер бүгін сабақтан ақ боламын. Не үшін ағай? Көзірайды ойнаймыз. Кеше голы қағып кеттім ғой мен. Тағы ойнаймыз. Көке такси ма? Танка. Таксист Мура ғой. 86-54. Кім деп шықты? Мақпал ма? Жоқ, ол ажырасқан қатын ғой, кетіп қалған. Көке налички бере салшы. Бүкіл қатынды туралатып айбан. Налички бермейсің бе? Кентау, такси, Кентау, кет. Көке такси ма? Такси. Ана зат сал жеп. Ой, ба, інім ана сенің затың қара негіртікінде ғой. Қалайсың? Дәу ғой деп жатырмын да. Саламыз ба? Әйтпесе енді кеше қонайбаң бойында келатқам. Сөйтіп осы мына Нексиямен бір баямыны қысып кеттім. Сөйтіп ана баямы келді да мені қысты. Сөйтіп көтімді қысып қалдым. Апасына екен ғой шеше. Дәу бір балдар түсті. Көке, кеше мына машинама адам қуақсыз ғой? Әнім менің дымда кінәм жоқ. Пешоходта келатқам, күтіп тұрдым. Бір қыз сызылып жай өтті. Сөйтіп мен де шыдай алмай кеттім. Ана қызды сол жерге наклейка қылып жабыстырып кетті. Тез өту керек қой адам деген. Бақа бар ғой, сен мен 4 адамды алып кетсің ғой, 4 адамды. Сергекке түсіп қал. Нәкәс. Адам ұрлайтын десе осыларды. Қош, братан, ассалаумағалейкум. Побег деймін ғой мен қазір. Не побег? Каспий аресті іздеп жатырмын. Үйдегілерге звондап сотқа береміз. Отырып шыққам ғой. Қаға? Унитазға. Райондағы Бақош, братан. Бақош, братан, районға балдар түсіп жатыр. Ой, Иә. болды, балдар тарту керек қой. Звонокқа бар ма? Бар ғой. Бешек. Қанша бола? Көп бала енді ана. Иә. Қазір тартам. Полиция! Ей, братан. Помогите, пожалуйста! Братан, осы не жұмыс істеп жатсың? Банк қой бізге, банк. Да, не? Қысқа дайындық қой бізде. Қалай сонда? Банк жабамын ғой, братчик. Е? Если варенье... Қазір братчиклер жарты жапалаққа тұрмай ма дедім ғой. Қой, Баяғыда біздің кезімізде 1040 бала ұрып жатса да былқ етпейтін ақ қойшы. Қалай сонда? Бірінші жылдардан ұйықтап қалатын ғой. 990 БМВ өткен жоқ па? Өтіп кетті. Не қалды, братан? Яндекс ғой кетіп қалып қойшы. Балалар, алда не келе жатыр?
Міне сессия келатыр, дайындалыңдар, аш ана кітабыңды. Шәріп мұғалім. Ана универдің артындағы дуалға Шәріп қосып Юлия деп қайсын жазып қойғансыңдар? Мен ғой ағай. Юлияны өшіріп тастаса, Дана деп жаз. Асылжан дәптеріңді берші. Тез. Басқан жері сықырлап келіп қалды. Міне Қазақстанның болашағы. Азамат, қазақ, айжуан. Екінші курс оқисың, оқып тұрған өлеңіңді албас. Сен ерің топайды, атпа темекін. Асылжан, сен ұялмайсың бай. Бүкіл студенттің ақшасын ұрлапсың. Мамандығың қандай сенің өзі? Діндану ғой. Сен қойшы ондайды. Бір жергілікті басқару ма, соны оқып алсай? Не істеймін оны? Әкім боласың, ақшаны зор ұрлайсың. Кеше талғат тұрған видеомды тиктокқа салып жіберсіңдер. Қайсың ол? Мен ағай. Ретке шығып кетті. Енді жұмыстан шықсам ба деп отыр. Неге? Көтің тасқа еге. Бұл не болды бұл? Ата-анамыз бүйтіп жұмсамайды ғой. Біз апайлардан басынды ғой. Тапсырмадан тапсырма. Ағылшыннан 10-ға дейін санап бер, бағаны қойып беремін деп тұрған ғой. Мен сорлы 1, 2, 3, 4, ауыздық 3 қойды, 3 ақ кеткенсің. Оқу керек сон. Айттым саған, айттым. Ағарсаға ішет деді. Оны қаяқтан білдің ғой? Маған айтты ғой, Қазақстан шоколадпен виски әкеп бер, бағаны қойып беремін деді. Әпердің мен? Әпергем ғой, группаластармен ішіп қойдық қой. Жолын жасайын деп ниеттенгем ғой мен. Пардан кейін парға бармадық ба деп ше. Универден шығасын деп жатыр ғой. Кімге айтып жүрсің? Гүли апайға айтқам ғой. Мына бірінші курста Гүлім апайға әкеп бергем ғой. Мына екінші курста келген. Мына үшінші курста әкеп бергем ғой. Енді? Төртінші курста теплица ашып беру керек болып отыр. Диплом алу керек, қалай да? Болды, бітті. Бір тиын бермей шығып кеткенсің, а? Қошқан, сессиядан бір тиын беріп шықпады. Жоқ, оқудан кәдім. Ақша төлеп тұру керек ғой, платный ғой мен. Онда шығып кетім оқудан? Үйдегілерге не деп айтамын? Ассалаумағалейкум. Қарызға жоқ, құрышы бар. Ақшаға ма? Ой, жаным айналайын, кел ой, не аласың? Шәріптің магазинінде. Сіздерде горилла бар ма? Горилла бар ғой? Бар ма? Астында қара точкасы бар ма? Жасыл точка кім бұл? Онда қой беріңіз. Ей, қойды. Қара точка болды. Айта ғой. Бір шиша беріңізші, бас жазайын дедім. 1000 жарым теңге болады інім. Соны жазасаңызшы. Сендер жаздыруға құмар болдыңдар ғой. Бастарыңа ұрса арақпен жазасыңдар. Оны кеп қарызға жаздырасыңдар. Ұрса тағы жазып жібересіңдер. Зәйіпшіктер. Свеча бересіңізші. Свеча болды. Міне. Бұндай емес. Ой, сорлы. Аптекаға құры онда. Мына қарыздарын қашан төлейсіңдер? Ана үйлеріңде 3 еркек бар. Айлықтарыңды алып төлеп тастаңдаршы. Енді бір әулетпіз ғой. Онда әйелдеріңді әкеп тастаңдар. Бір әулетпіз ғой. Бірге көбейейік та. Анау тұрған кексті беріңізші. Әйелімді шай ішейін дедім кекспен. Кекспен ішкен шайыңның арты. Олан асыр болып тұрсың. Аға негіз лампыш кеткен еді ғой. Біліп тұрмын, кәма төбесіне шығып жамғап жіберейін. Лампыш үйде ғой ол. Аузын жапшы. Бір шақ ақ кеткен төбеде. Соны алып келіп. Ауылдағы электрик. Қалай өлім, маман ба? Қалай сіз ба? Светтің ақшасын беріңдер, бот дейсіз. Айтса қиям маған бәрі. Көке айтсайын ақшасын құйып отыр. Қойшы. Е? Онда 100 грамм құй. Оған ақша жоқ. Поқ құй. Так, 24.09.88 дейді. Жаттап алдым. 24.09.88. Оппош, қатын туған күн екен ғой бүгін. Ой, қалай жағамыз енді бұны? так, ютубқа кірші. Как переключить цвет деп жаз. Как переключить цвет? Как увеличить... не жазып жағасың? 18 сантиметр. Құртсай мұнаны, жаңағы переключить деп. Тоқтан қорқпау керегім. Ол 220 бөлік болсын, басқа болсыншы. Өшірсе ана. 220 бар ғой, а? Шәлпет қылады ғой, өлтіреді ғой. Істемей қойықшы маған. Өке такси ма? Такси ғой, такасы. Таксист мұра ғой. Көке енді өтініш ораз айында бүткіл таксистер тегін апарып жатыр дейді ғой. Мені де апарып тастаңызшы. Наказ. Алматы мына тұрған жеріме саған тегін апара салады. Сәл ақша қоссайыншы. Сәл 100 мың қоссам ше. Не алып тұрсың? Бірден кетпейміз Алматыға. Көке поселок келмеді ма Айгүл дегеннен? Бір қап алма беріп жүреді. Поселкіңді білмеймін. Айгүл деген бір қатын келді. Алмадай бол. Мынадай. Көке қыз алып қашу керек. Құрсын бәнесінен аулақ оны. 200 мың берем. Қуғыншы болып кім бар еді бар? Ана жерге жат деді мен ойбай. Не жайша дедім да жатым бір уақытта жаңағы май құйды ғой үстіме. Қолдарым былай сумаң еді, былай сумаң еді. Үстімде кәдімгі сырғанап жатыр ғой. Ой дедім да. Мына май ненің майы дедім да. Ұнап жатыр. Мобил центрдің майы деді ғой. Сөйттім да ананы алдыма машинама құйып алдым ғой. Машинам қазір сырғанайды кәдімгі. Былқ етті. Кеше бір клиент лақтырып кетті. Үйіне дейін машинамен апарып тастадым да.
ақшасын алмай қашып кетті. Таксист Нура. Кім қарындасым? Капотты ашып жіберші, капотты. Ей, коптың емес, капотты. Ананды аша берші ал. Таратшы басынан. көке, үйің тіктің, машинаң тіктің, қойсай болды. Оларды қоя берші. Клиент тігіп жібердім мен. Клиент қайтарып алайшы. Так, қай жерін тоқтау керек? Саған қызылдар базда, Иә. Саған көкдар базда. Саған сары, иә? В общем, светофорға тоқтай салайын. Кеше бір клиент бересіп қалдым. Ақшаңды бер деймін, бермеймін деді. Сөйтіп те жағасына ұстадым да осы күй баспен ұруға дайындалып тұрмыз. Өйстіп тұрып. Ұйықтап кеттім өзі. О, мәке машина құтты болсын. Бұны қайда алдыңыз? Кореяда қазақ бауырларым бар. Соларға айтсаң, 20-25 күнде жеткізіп тастайды. Любой маркедегі машинаны. Ньюкарсқа жазсай, болды. Қазір машина мінбе, по-любому адамдар астыңдағы машинаға қарап сыйлайды. По факту ма? По факту. По факту, 3 факту, 4 фактуға дейін барады. Заман сол ғой. Қарындасым, такси керек па? Керек қой. Дәл ой, қолыңды ашып тұрсай, тоқтайды ғой. Таксист Нура. Қазір абайламасаң бар ғой, жол тайғақ. Бұндай кезде қатын жанында жату керек қой. Майгат деп. Майгат. Қатын сағын. Қарындасым, мына жерден қалай еді? Қайда? Сіздің жүрегіңізге. Жүрек. Ағай, шәуілдерге қайта бересіз ғой. Қайтпаймын. Ояққа бармаймын. Толық болған ояқта. Ояқтағылар келмеңдер деп жатыр ғой. Айтсам, қай жер қалай еді мына жерден? Мен жүрегіме ма? Жағай шәуілдірге апарып тастаймын сені. Құрышы сояққа. Аға, колос 500 барасыз ба? Барғанда ол 500 теңгеге тышқан көтін көрсетпейді ғой қазір. 1000 теңге аға. Мышыққа жобаладың. 2000. Көрсетесің ба чотам? 5000 аға. Көрсетем мен. Отсай. Кеше жаныма бір ақсақал отырды. Көпті көрген кісі ғой. Тура жолдан таймау керек дейді. Бірақ мына жолда қалай таймайсың, көкіміз ғой. Или мен ол кісінің айтқанын түсінбедім ба? Ішіп ағам ғой кеше. Кореяда машина алдырып жатырмын біречке. Бағалар удай емес па? Сол удай бағадағы судай тегін қылып жеткізіп беретін ағам бар өзі. Кім? Серік Жайықбаев деген кісі. Сенің серіктесім Серік қой. Сол кісінің Инстаграмына, WhatsApp-ына жазсаңдар болады. Бақош братан. Не болды? Районға балдар түс. Қош. Түш. Заттар деймін. Не заттар? Үйдегі заттар. Келсе ма? Қашамыз, көшеміз болды. Шаршадым мен. Райондағы Бақош братан. О, девушка, мамаңызға күйеу керек емес па? Күйеу? Папаш болып прямо нормально. Оу, жүш анамен сөйлесіп. Ай жылғысың бір әшкесін? 2000 жыл. 2000 жылдар район араладық қой біз. Өзің қай жылсың ба? 98. Арамыз 2 жас екен ғой, қайтып араламыз. Мамаш коляскамен қыдыртатын ғой, алайм. Еба, бір әшкелер родын болған ғой. Мен кім еген білмейсің ба сен? Жаншы жіберем ғой мен. Молодец, блядь. Мына бетімнен ұршып ақтсыз болып қалам бұл. Не деп мыршып кеттің не? Қорқып тұрсың ба? Ататын болсаң атпыса мен алып. Атам ма? Ойыншық емес па не? Ойыншық емес. Мұзай оңа темір ғой кәдімгі. Блядь, бумага көш. Жайшама братан. Жіберіп қойдым мен. Шәріп комментатор болса. Сонымен бүгін шабуылда сол қапталда Мбаппе, оң қапталда Неймар, ортада әдеттегідей Лионель Месси, ал қарсылас команданы әріптесім Шәріп таныстырсын. Қақпада номер 1 вратар. Одан кейін 4 қорғаушы. Ортада 3, алда 3. Бәрін қосқанда 11. 11. Ватаханаду! Васа! Гол! Анкара Месси! Бақ. Айналайын Шәріп. Тіліңде жоқ па қазақша әріп? Қазақша сөйлесіңші жаныңды қинамай. Ай, деген ай, жаңа ғана тепкен Фредтің добы қақпаға кірет деп ойладыңыздар ғой дейм, я? Жоқ, добы сәл ғана биік кетті. Ал мына жүрген Стерлингті қазақша айтатын болсақ, теңгебет деп аударуға болады екен. Реалдың қорғаушысы Едер Милитау, мысық дейді мяу. Мяу. Ай, сен осы көп сөйлемей қойсан қайтеді Шәріп жана? Ай, нәкіс. Саламат. Жабыспай отырыңдар. Ұят болады, ата-ана емессіңдер ма? Ұятпа болмай ма? Мұғалім Шәріп. Мына одноразка кімдікі? Ұялмайсыңдар ма? Ата-аналарың сонда мынаны шегіңдер деймесіңдерге? Мынау нашар бұл қыз. Сарысы бар, соны алыңдар. Аллар кәнеки бір логикалық ойын ойнайға. Қабас дегенді керді жоқ көріңдерші. Сабақ. Ай, молодец. Папаны керді жоғыңдаршы. Абам. Жаты. Маманы айтпай қойын мен. Мысалы темекіні алатын болсақ, мынау зор тәрбие беріпті мен,
темекі бере бермей сабақ беру керек еді. Қыздар ұялмайсыңдар мына неме білем. Оқушылар, мына класста Әйгерімнің 2000 теңгесі жоғалыпты. Қайсысын ұрлаған? Сол ұрлаған адамның қолы сынсын. Қой ей, не аласыңдар өйтіп қарғап? Болмаса полиция шақырайық та. Полициясын ес, қой біріндер өйтіп ушықтырмай қоят болады. Мен 2000 теңгені Әйгерім бере салам өзіме. Міне. Жылау, стукачта. Мен соған бор алам деп жүрім. Ала сал әнім. Зор болма. Зор ғой. Інім, ішін көрші анаң, саусақ кетіп қалып. Шеф-повар Шәріп. Көке қамыр таппайсыз ба? Жоқ. Енді? Бір шишам бар еді мен, жоқ. Ана нәкәсі дәурен ақ кетті соң. Кеше қисылаңдап жүргеннен қорқанам, сол. Жалсы қолдама, папалаққа. Қамыр жоқ, а? Пицца отказ деш, істемей қойшы, пицца. Пицца дайын болма. Дайын болып, ма, апалау. Қадыр қазір. Болды, апара бер. Пицца түсті, пицца бар деп айт. Шеф-повар сен бана жерде? Сен ба суши чеккен пиццаның бәрін айтқан сен ба? Сен ба немен саған бері қарса я? Берген деймін, сен ба дайындаған бәрін? Дәм, базар жоқ, ұнады. Базар жоқ, рахмет бір түрлі айтады екенсің, Әкім аға, жоғарыдан сес келе жатыр дейді. Қоятшы, қой кезек келеді, кімге бақтырам мен оны? Бақпасам ауылдағылар өлтіреді мен. Егер де Шәріп әкім болса, мынау менің мектебім. Мектебім қатты жақсы көргенім соншалық, өзімнің үйім қылып алдым қазір. Енді балаларға бірдеңе тауып беру керек болып отыр. Ауылда ерекше іс-шара ұйымдастырылды. Ауылдағы ішетін бүкіл адамды жинадық та күзір айт ойнадық. Соның арқасында 4 голый, 1 трудовой алдым. Анау шауып жүргенді көрдің ба? Сол бір ретте бәйгеде бас жүлде алды анау. Қалай өтіп oldu? Ой, нәкәс ешек қол. Жылқылармен шабамайды өліп қалады ғой. Біздің бюджет өзі ешекке жетіп тұр қазір. Ауылға футболный площадка салдырдық қой. Оны 20 жылдықта салдырып отыр ғой. Ой, нәкәс мен де мектеп бітіргеніме 20 жыл болған жоқ па? Классастар болып өзім салдырдық. Зато отчетқа жауып жүремін да. Ей, ауылға сет орнатамыз деген документ хатты отчетқа. Міне, жайшамы? Ішім ауырып жатыр мен. Ауылдың жолдары осы. Шаң. Жастардың ойлайтыны аң, рыбалка ары бер. Өй, болды, жылама. Ана құлаған жеріңе 3 рет түкіріп жүр, болды. Сенің папаң. Әне, жөндеп қойдым. Балалардікі ғой, торымыз бере береді, сомен аппарат шашып жіберген. Погрузчиктің кеше әкеп бердім бұларға. Қашан әпердіңіз бұл великті? Ей, анау піштірген кезде ағаған ғой. Бұлардікі рахат болды. Кейін машина алатын болса, қай жерін піштіредім. Бала, жөндеп қойдым мынаны. Мәліктің үйіне мынаны шалғын алып келдім, шыңдап қойдым, зор. Мынаны енді ұрып тастаңдар жарай ма? Мына басына байлаңдар, сасқа ұрып алмаңдар. Зор болып тұр қазір мынау. Қайсың мына құртқан? Көрсетті ма? Жоқ. Енші? Жоқ. Оны шұқылай берме, бір телевизор алып алу керек еді. Ей, тоғырлы. Қысыр емген айгуа, мынаны алда міне. Жаны бар адам құсап істесеңдер ше, қыз сияқты. Сырылмайды. Мынаны алып, осыны алып байлау керек еді ғой неге? Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам, қалай нұрлы бала аман ба? Аман есен, иә. Не жаңалық, не гәп? Тыныш бәрі жақсы. Ана квартираның тосыңа келдің ба? Үйде ма? Жатыр, бықсып жатыр ғой, білмеймін, өлі ме, атыр ма? Көр қой керек оны. Официант. Ассалаумағалейкум. Не қылайсыздар, не керек? Официант Шәріп. Сіздерге қандай суши керек? Мысалы, бізде сеттердің комбо сет бар, одан кейін бюджет дейтін сет бар. Бюджет дейтін қандай ол? Одан тек әкім депутаттар ғана жейді. Біз жемейміз оны. Халық жемейді. Мақұл, жемеймін. Жемесең жеме. Суши дейді оны. Мынау сіздің мантыңыз дәм зор болып тұр. Мынау біреу қалған аяқтан. Қалған ен шығады. Қаяқтан? Асқазаннан. Айта беріңіздер, не керек? Бір ташкентский шай? Гуля, тамшанға ташкентский шай. Бір палау болса бір. Палау, күрішпен күрішсіз. Не айтып кеттіңіз? Көп сөйлемеші. Кеш. Сен өзің отырып тамақтансың. Чырағай, бізге отырып болмайды ғой. Бізде сен сияқты болғанбыз. Жарайды, ал от шығар. Қашан шақырады деп тұрмын ғой. Қалай тамақтандыңыздар, әдемі ме? Тамақтар ұнады, өте күшті болды. Сіздерге Хадия шайханасынан хадиямыз бар, осындай таспиқтар. Әрбір келген клиентке беріп тұрамыз. Счетта бір хадия болса? Жоқ оған. Төлеп кетесіздер. Осы сен анау Әлидің бір әншісісің, иә? Баяғыда Әли класста менен өліп таяжейдің. Мал болып таяжейдің, ба? Сен әдіркәз? Ей, айтып қойма өзің. Досың ғой мен. Ауылда осындай братандар болады ғой. Айдай, сен туғанда не үшін қуандым мен? Айда, давай. Кішкентай қал, давай. Әнім, айда шылай. Байтсен, есінеме қоясың ау? Мұрдың ар жағынан мен көрініп отыр ғой. Досым тісім ауырып отыр. Досым, насыбай қойсың? Мен алдым тісім ауырды, насыбай қойдым, сразу жазылып кетті. Қойып кетеді сразу. Бірақ насыбайды қоя алмай қаласың да.
ашып көкем айтқан ғой қайтанға арам ешекке ұқсайсың деген ғой. Сен неғылса күлмеуді үйреніп алсай досым. Екеуміз бірге үйренеміз ба, иә? Емес сен қызға барғасың ба? Жоқ, баяғы сенің жасында қыздан қыз қоймау жоқ көкем. Не үйленбегесің? Білейін, солардың кес ұрды ма, болмай кетті ғой. Көке анау каски кимейсің ба? Көзге зиян ғана. Біздің көз үйреніп қалған ғой ондайға. Көздерім ай, ертең бәрін көзден сұрайды. Сварщик Шәріп. Көке мына воротаның материалы темір ма? Жоқ, мата ғой, қыбы ғой, сорлау. Перде қылайын деп отырмын терезеге. Наказ. Не сұрақ? Кеше Қамшат Жолдыбаева заказ берді ғой. Ворота істеп беріңізші деп. Қандай ворота? Ашық. Мынаны істеп жатырық енді. Ұнаса болды. Карамел ғой цветі. Көке мына суымызды әкелдім. Қандай су алдың? Перчик. Пошел ты. Ай. Қандай персиге? Перчик кім мына? Кәдімгі. Су ма? Абайлаңдар, қымбат ворота ғой. Құл атып алып құл болып отпай. Құлсыңдар бәрің. Ағам, жан ағам, бізде ең бірінші сапа ғой, одан кейін әдемілік. Бізде ерекшелік Түркістан облысындағы қала аудандарға тегін жеткізіп, тегін орналастырып береміз. Түркістан қақпаға жазсаңыз болды. Братишка, сағат қанша болыпты? Ұзын тілі 7-де, Ау. кішкентай тілі как өтпейінші. Сенің інің. Массаж жаса шарқама. Бұш, таста телефон, бұсай. Сен туғандан ақуандым мен. Жарықтық. Жайы! Ёптық, Сол үйде бір әшкем өдім. Сөйлесесің ба? Жеңсен ғой, сөйлесің. Жоқ. Сөйлесің ба? Жоқ деп. Ауыз естесің ба? Айнұр ма? Мына астар жүк қойып жараймай. Саған айтты ғой ма? Жадыран жақсы көретінді айтып берем. Мама! Осы айтты сіз. Болмай биш. Үйренудің уақытың болды ғосын. Бағлан! Ау! Мұзыр төгіп қайтшы бар. Естідің ба? Төгкіш бар. Саған айтты ғой маған емес. Ырғымдамай бақ төгкіш еді. Папа, тимеші етмеді. Я. Айтқан сейсің ба енді? Істейм. А? Я. Құл бір. Пошел нахуй. Короче, қар жауған кезде. Мал жемесе таза емес қой. Үстін сүрт жөрін ғош. Ана жерге бага деп жазып кетесің ғой. Немен? Сумен ба? Жоқ. Yo. Сүйреш, братым. Қумаш? Мал сен ішіп алған кезде талай сүйредің ғой. Сүйреш, жуамыш. Мал аурам ғой. Қар қалың жауыпты ғой. Досым бұл дым емес, созақты осындай жауады. Қойш? Жолдас болған үйінде осындай жауады. Қой. Суота воскресенье күндері осыған дейін барады. Дану. Бұдан жоғары жауады, қолым жетпейді просто ше. Талай врачтар жауалды болды қош. Жазда бірақ тау болады, қар ерігенде. Няня нужен? Кімсің сен? Шәріп, няня. Шәріп, няня. Баяғыда өзі не жұмыс істеген? Сварщик болғам, стройкіде істеген ғой. Бала жандысыз ба сонда? Негізі, қатын жандымын. Бала қайда? Бала осы яқта ма? Атын кім? Асылжан. Молодец, әші берген, әші бер. Жасың қаншада сен? 20-да. Қой! Най. Нәр жылаватсың, нәр жылап. Най. Темеші кесін ба? Насвайдан да осы дұрыс. Қыз екесің осы. Най, кіші дейсің ба? Болды. Мен сейсем қиын болады қазір. Ешек. Ал онда жақсы сау болыңыздар. Давай, пока, Асылжан. Мама ұрды анау жаңа. Стука шегесін, қатын, ешек. Міне келем. Өлді мынау. Соттың зарядке қосыш. Өзің қой қосыш. Магазин барып кетсе бірінші. Гарола шейді да. Қумаш, братан, неме, дала жаңбыр болады ғой. Қақта ана шалбар еді. Мен өзім шалбарым бар еді ғой. Шалбарым көрмедің бе мені? Көрмедім ғой, несін? Жен айтсашы мына жерге кейін. Әйбе, братан, өзің жазды шаштың ғой. Түрсе жуып қойсашы менің. Братан, жумай ма, еме, өзің жуып алсай?
Не қоя ойлама, братан. Еркекше айтам, жумаймын мен. Ау, Асик 1. 2-3 болса да жумаймын. Шәріп комментатор болса. Сонымен бүгін шабуылда сол қапталда Мбаппе, оң қапталда Неймар, ортада әдеттегідей Лионель Месси, ал қарсылас команданы әріптесім Шәріп таныстырсын. Қақпада номер 1 вратар. Одан кейін 4 қорғаушы. Ортада 3, алда 3. Бәрін қосқанда 11. 11. Ватахаладу! Васа! Гол! Гол, гол, гол! Анкара Месси! Месси! Бақ. Айналайын Шәріп, тіліңде жоқ па қазақша әріп? Қазақша сөйлесіңші, жаныңды қинамай. Ай, деген ай, жаңа ғана тепкен Фредтің добы қақпаға кірет деп ойладыңыздар ғой дейм, я? Жоқ, добы сәл ғана биік кетті. Ал мына жүрген Стерлингті қазақша айтатын болсақ, теңгебет деп аударуға болады екен. Реалдың қорғаушысы Едер Милитау, мысық дейді мяу. Мяу. Ай, сен осы көп сөйлемей қойсан қайтеді, Шәріпжан, а? Ай, нәкәс. Мәнті жаңа қара жарыма құлақ қылмасын. Стажировкаға бала келген ғой. Лесамен жүруді бәрін үйреттім. Құламайды жар еді. Шеше өлді ғарам. Стройщик Шәріп. Қараш түсінші, мені қара. Жаңа кірпіш тұр, сен жанында тұрсың ғой. Сол мына астындағыны жай, қолыңдағымен бейт түртіп, мына қолыңды түртіп. Шеше қопардың ғой сорлы. Ақша жоқ. Міне аласың. Ne anlar işte үйді бітірдіңдер ма? Бітті. Бірінші шағын бітір, екінші шағын әкіп келсең? Сен үйді бітір бірінші. Екінші шағын әпересің бі, әпермейсің? Әпермеймін мен саған. Түс, құлат алма. Әперем. Әпересің бі? Е. Әпке ба, күтіп тұрамыз үші. Ешқайсы қозғалмай, бірінші шақ көт, соның. Алсай. Анау қолың астындағын ал. Кесек емес, қолтығыңды қыр анау, неміне білей. Мынау тірейді. Не тірейді ол? Накас алыстан қарасаң, мынау кафел сияқты бүйтіп шығып тұрады. Әдем көрінеді. Мынаның материал бар ғой, су тисе құламайды. 10-15 жыл гарантия береміз. Көге андай бересеңші. Накас, аптека жолдың арғы бетінде құрсай баран яқы. Шәріптің магазині ғой бұл. Болды ма? Қарыздарын төлесеңдерші, жүре бересіңдер ма? Айлықтарыңды абатсыңдар ғой. Төлейміз ғой көге. Төлеңдер тесіз. Айта бер қарындасын, не аласың? Темекі бересеңші. Темекі? Ессе капсулада, я? Иә. Дези ішесің ба сен? Дези ішетін қызға ұқсап тұрсың ғой. Көге сарағаш бересеңші. Бұл? Газды алған болса екен. Без газды сарағаш бар бет, накас? Көге, Каспий Назирке деп шыға ма? Каспий сода ғой. Каспий өзімізде болса, арықтың, латоктың ішінен бірақ шығып отыр ғой. Көге, 2-3 темекі бересеңші. Сен темекі шеген боласың да? Жақ бір адамдар жұмсап отыр. Баяғыда біз айтатын сылтау еді, сол хит болып кетіпті да, я? Жақсы бір сылтау шығарып алсайдар, қазір неше түрлі сылтаулар бар ғой, әр әдем. 7000-нан толып тұр ғой. Ол қыз екен ғой. Қандай темекі? Тәттімен ауаттан дәмін таппасам тағаттар. Афеке. Афеке демеш. Аферисті ойлайды ғой бәрі. Атым Аманбай болса не дейсің? Айтсаң дұрыстап, официант деп. Официант, Шәріп. Айгүл мияқтан заказ жасаңдаршы, мен бір өзі жүгіріп жүре беремін. Құдай жаным, менің айгелім келіп тұр. Қалайсың, әбі жүрсің бияқта? Айт, не бірден жейсің ба? Бір порция лағман бересіңші ма? Бір порция? Болды ма? Ойба, біреуге қанағаттанасың ба сен? Әшінде 2-3-еуден қайтатын ғой. Или ол басқан істем. Қазір. Қалматсыздар ма? Қош келдіңіздер. Құдай жаным, мына балапан кімнің баласы екен? Жеп қойын ба? Жан, заказ берсеңші. Бере берсей жан өзі. Мынау жігітіңіз ба сіздің? Иә. О, сол. Кім төлет жоқ сіздерде? Мен төлеймін ба? Бейшара. Күшік кеу. Жетісің. Үйтіп айтпасаңшы, намыстанады ол. Мұны намыстана ма? Берге мынағына отырасың, кел. Құдай, кел. Тай, кел. Неге шақырдыңыз? Айта беріңіз. Тұз ба, бұрыш бар ма? Тамақтың тұзы кен ба? Жоқ. Не, бір жеріңіз ашып отырмайын? Жоқ. Ой, сіздің жан көрісі ба? Ұшып кетті ғой. Ой, позор. Сіз қай жақтың фанатысыз? Мен айтсам шүкіршілік қыласыз қазір. Қандай? Барса, тәубеңе келдің ба? Вазру кафесі қызметіңізге дайынбыз, айта беріңіз. Қандай кухня? Шығыс тағамдары ғой бұл жерде. Жеңшеміңде, белмешеліңде шаршаған шығарсыз өзіңіз. Не тамақ бар? Лағман бар. Қандай тамақ ол? Кәдімгі күніге жеп жүрген белмешелінің ұзығыны. Иә? Деп жейтін күшті. Берсеңізші соны. Болды, қазір әкеп беремін. О, келдіңіз ба? Келдім ғой қарындасым. Не қылды, келді ма? Я, келді. Күйеуің бар ма? Я да.
Ой, наказ бірден айтпайсың ба? Істемеймін. Электрик Шәріп. Қай жерге керек екен көке? Батшы, жалғасқаш, өзім қазір көремін бұлай. Мынада тоқ жоқ та, мынада тоқ жоқ. Мынада тоқ бар екен да. Атеуіп қаппесе, атеуіп қаппесе. Ағана тоққа түссең, не істеуге болады? Тоққа түскен адамды жерге көму керек. Жер тоқ тартып алады да. Алдымен бір қайным тоққа түсті ғой. Сөйттім де жерге көміп кеттім. О, шеше, ұмытып кеттім ғой мен зойы. Көке анау үйде умный дом қылып керек қой. Битин кезде жаңады ғой свет. Болды ғой, істеймін ғой. Қай жерге істеу керек? Осы залға істеу керек. Сосын спальняға істеу керек. Жаным. Қой, спальняға істемей-ақ қой ғой. Неге? Болады, ол күйіп кетеді ғой. Балалар ойнайды да жаңа шабалап. Болды, ана балаға үйретіп қойдым. Ары қарай өзі істей береді. Кішкене. Ой, шеше, өлді ана. Екінші бала бар ма еді? Жоқ. Болды, күрек алып кел, ана тірілді бала жерге салып. Тамыр қой. Ей! Рыбыңдар ғана айбондар. Ол Шәріп мұғалім. Мурам, мынада видео жібермей, ұят қой, оқушылар бар. Не видео жіберді екен ағай? Томи Джерридің бір видеосы. Не қылған сонда? Аңқылдайды, не қылады. Класс бойынша жаңа жылға 300 теңгеден жинап бересіңдер балалар, иә? Болды. Ал елбасының баласы 100 мың теңге алып келеді. Неге ағай 100 мың? Шірия көп емес бұл? Сол папаң қарыз ғой маған. Папаң аты елбасы емес па? Бүгін өтетін сабақты. Санжар, айбон, қарама үйтіп, еңкейме. Одандан аяқ киімге айна жапсырып ал, сөзі көрінеді. Балалар сабақ кім айтады? Дайын емеспін ағай. Осы баяғы өзім, мен айтайын деп тұратын деп. Қазір мен айтам деп. Сор. Ағай кеше жылап жүрген балаңызды не істедіңіз? Қалтамда 750 теңге бар еді. Сөйтінде ауызда бердім. Сүтін. Мен үйге түнгі 3-те келгенде. Наказ, қақта жүрсің? Балдармен. Ана малды суғармайсың ба? Өзім суғардым ба? Жем шөбін бермейсің ба? Өзім бердім жем шөбін. Қатия бана әйеліңе бармайсың ба? Өзім барған жоқпын. Барғансыз ба? Айбон наказ құрайды. Біздің үйдегілер тойға баратын кезде. Ана басқа ақ көйлегін кимейді ме жағасы кіргенім? Жоқ, осын киіп барам әдейі. Барған кезде көтере отырам, міне. Ең қатын жуған, жағасы кіргім. Туй, бас, тапшы. Кәні мұна, екіншісің ары кәні мұна. Мен етін киіріш. Қыздас киіп, мұнан киіп алам ба? Ой, кім қарайды аяғына? Онда мен күрсейімді киіп алсың. Мотыңа кім қарайды сен? Бошқа нәсі тауқыш. Мұна ақшаны жалаңғып береміз бәй? Конверт жоқтың сатып ала саламыз. Сәй қазір сүйсей ол. Сатып ала саламыз, сол жерге сатып. Істей сашы адамды күйдірмей. Ане, саған дайындап отырмын. Қазір неңді бересің, тойға ешкі атайсың ба? Ешкі атай саламын, ешкі амайды. Ешкі атай беремей бір солар асырап көру керек бірінші. Бұна бәрі дайын ба? Ана беташарға беретін 500 теңге қалтаңа сақ қойдың. Беташарға 500 теңге берем ба не? Ен? Ойбай 500 теңге сабатша мана беташардағылар көтін ашып күледі ғой маған жанына қоссай тағы 1000 теңге береді. Бересің 500 теңге берші. Тамада өзіміздің бала ғой. Аванс берсеңші бізге, аванс 2 апта болып қарын ашып өзімізде ақша болмай жатыр да. Сен бір апта күтсеңдерші енді. Стройщик Шәріп. Не алды, біттіңдер ма? Біттік қой, міне, соңғы жұмыстар, осыны бітіреміз болды. Бұл емес қой мен кейін, мынау тұрғы. Болды, бітіреміз, істей береміз ғой біз. Мынау қашан келеді, мынау үйін істеп берді ғой, көршің ба? Танымаймын. Ой, қойды ме? Стройк істемеймін. Қартама бір бәлеге кетем. Таза митомен ақ жолдікі ғой, мына сол. Тышқан жерімді қалдырып кетеді ғой, мына жуып тазаламағанда ғой. Болмайды. Ақша жоқ сендерге. Темекілеріңді өздерің қарыз алып шегің. Не алды? Біттік қой. Мынау тым дәу болып кетпеген ба? Дәу ғой сол. Көршінің үйімен екеуін япыштырып жүрді. Как раз сен де көршімен япышып жүрсің. Бригада, отбой, қайтыңдар ай. Аға, зачем сқап кетті? Ол зачем емес, ол чиви. Бәлі, қандай чиви? Садаға құсап беріп кетті, бетін сипап. Бергел бер. Официант Шәріп Астанада. Шақырдыңыз ба сен? Ыдыстар не алдың? Ыдыстарың барлығын жуып таптың ақтайық қойдың. Сәл креатив болсын дедім ба, пирамида қылып жинап қойдың. Сындан ол. Қазір жинап қойдым. Қалай аға, болып жатыр ма, әдемі ма? Шаш үлкені зор екен.
Ақшасын төлесеңіздер зор болар еді бұның. Төлемесек болмай ма сол? Міне, қалай төлемейсің сен? 2 күн болды күтіп жүргенде төлейсің, конечно. Басеке, скорый шақырыңызшы. Жайшама? Мынау су емес па не? Ол уксус қой, мен не істедім? Ана клиент қақалып отыр екен, мынаны ішіп беріңіз деген ғой. Поздно, скорый шақырыңызшы. Жейсің, жылайсың деген тамақ осы ма? Ой, нәкәсай. Атамның жылы ғой бүгін. Тамақшы. Атамшы. Атамай. Сіздің шашылығыңыз зор болыпты, әдемі. 10 палыш көріп сен? Иә? Қазір 9 балл сіздің әкелем. Мынау, аққасы. Сіздің жүрек қалауыңыз, дайын болды сіздің палауыңыз. Иә, Астана қаласы той палау кафесі. Ақыртас 31. Кесетесіз. Болды. Кім ол? Тоқайып қой. Ой. Кешіріңіз. Ассалаумағалейкум. Әйелің шақырып еді ғой мен. Жұмыста ол. Шынымен жөндейін ба? Су кетті ма? Иә? Білмеймін ғой мен. Қай жер? Сантехник Шәріп. Судың ақшасын төлемесең, суда ақпайды, конечно. Бала бар ма? Жоқ. Ол да ақпай қалды ма? Су кемей тұр екен ғой шынымен, онда ыдыс жуыңдар хотя бы. Осы ғой міне көке. Төбеде су ағады өстіп. Иә? Көршіге айту керек болды ғой. Балаларын әр жерге отырғыза бермесін деп та. Сен ана әйелің жынды ма? Сантехник көрсе болып стрелкеге басын тығып ала береді екен. 2 рет алып шықтым мен уже. Үшіншісінде нәпсімді алып шығамайын мен. Мынау. Мынаның дауысы ғой. Өзі қайт шығады дауысы. Жағымсызын алып шыға берді бұл дауысы. Бұл спичка алып келші қарындасым. Мына жердің уже иісі өзгеріп жатыр, мен мынамен алдай алмаймын. Бір кола бересаңшы. Холодильникте ғой алдай берсін. Әпересаңшы. Кола жоқ ілім. Қамады. Шәріптің магазинінде. Не керек, айта бер. Жұмыртқа бересаңшы. Болды, бар ғой. Ненікі? Менікі? Сор, нәкәс. Тауықты кілген ішіне. Бересаңшы соны. Қайсын? Тауықта я? Басқа магазинде қант жоқ, сіздің магазинде өліп тұр ғой. Оңай екен ғой ол. Бір пакет қант аласың да, бір қап тұзбен араластырып жібересің. Бірақ соңғы күндері біздің тамақтың дәмі бұзылып жүр. Аға, енді бір шиша беріңіз. Арақ жоқ, бір шиша жоқ. Құры бар әне қай. Не дейсіз? 2000 теңге бір шиша. Арақ жоқ. Шатастырып айуан. Құры бар. Қазір шығамыз.